Бір ана зейнет ақысын алып көрпешесінің астына тығып қойыпты. Және балдарына өсиет қылыпты. Егер мен қайтыс болсам, осы көрпешемен бірге көміңдер депті. Арадан уақыт өтіп, кемпірдің жаны үзіліпті. Балалары анасының өсиетін тыңдап, анасын көрпешемен бірге көміпті. Солайша, арадан біраз уақыт өткеннен кейін балалары сол көрпешенің арасында ақша бар екенін біліпті. Балалар имамға борап, болған жағдайды айтып беріпті. Имам анасының қабірін ашпау керектігін, анасының қатесін болса Алланың өзі кешіру керектігін сұрапты. Және имам солай депті: егер сендер қабірге барсаңдар, және бір жан үзіледі. Біреуің және қайтыс боласыңдар, сендерге ескерту бұл депті. Имамның сөздерін ұқпаған екі баласы қабірге барып, анасының қабірін ашыпты. Ағасы інісіне: сен осында қарап тұр, мен қабірге қырып шығамын деп, қабірге секіріпті. Баласы не көзбен қабірге қараса, анасы от болып жанып жатқан екен. Бірден баланың есіне имамның айтқан сөздері түсіп, қабірден шығып, қабірді көміп тастапты. Болған жағдайдың барлығын інісіне айтып беріп жатқан кезде баланың жаны үзіліпті.